Ё-моё. Достар, келе беріңдер. Келдік. Бұл болу мүмкін емес. Біз сонда біз... Алина. Олар тұрмай жатыр. Не істейміз? Алина. Дархан, бауырым. Дархан. Бұл жерден құтылудың бір амалы бар сияқты. Бір амал болу керек қой бұл жерден құтылу үшін. Білмеймін ғой. Мен Алина туралы қатты уайымдап тұрмын. Сәлем қыздар. Алина! Сәлем қыздар. Менің қатты басым ауырып тұр. Және де айналып тұр. Алина, сенде бәрі дұрыс па? Иә. Той, Алина, біз қорқыттың ғой. Бұға қалай тап болдың? Білмеймін. Мен Осяха апарды көмекші. Соңғы есімде қалғаны сол көмекшінің маған күлгені. Ал Дарханды оны ұрып кетті. Дарханды. Не? Сонда ол есінен танып қалған ба? Бізге у берген сияқты. Шай ішіп алыңдар деді. Бізге у берді. Біз жатып қалдық сөйтіп. Бұл лагер уже шектен шығып кетті. Енді не істейміз? Я шынымен де. Достар, анау жабылып қалды. Қазір ашып көрейінші. Тоқта, өзім ашып көрейін. Мынау ашылмайды ғой. Мынаяқта көздер жатыр ғой. Еще мынаяқта бардак. Енді не істейміз? Білмеймін. Дархан уже тұрмай ма? Білмеймін. Дархан. Сәлем ұлдар. Басым айналып тұрғаны болмаса, бәрі жақсы менде. Қумашы, Дархан, сен басың айналып тұрса. Дархан, жатшы. Отыра, не? Не болып қалды? Бәрін айтып берші маған. Я, бізге де. Көмекші мені ол басында жақсылық істеді, шай беріп. Оның ішінде, шайдың ішінде ол бар екенін өзіміз түсіндік. Я. Сондықтан біз тап қалдық. Және де көмекші мен артына ұрды. Мен тап қалдым. Және де Алина екеуміз тап қалдық. Біз қатты қорқтық. Бұның бәрі қалай болғанын өзім де білмедім. Я, біз сол кезде қатты тап қалдық. Біз не істерімізді білмедік. Істеу жатып қалдық. Мынаны ашу керек қой. Бір амал болу керек бұл есіктің ашылуына. Жарайды, мен бір нәрсе тауып көремін. Кеттік, мынаның есіктің кілті болу керек. Я, тауып көрейік. Так. Неқта бар екен? Кілт. Мынау деп ойлаймын, осы кілт деп ойлаймын. Давайте көрейік. Я. Осының кілті болу керек қой. Қазір көрейін. Осы екен. Қыздар, мынау ашылды, балдар. Тез құтылайық. Тез. Ой. Балдар. Мынаяқта что-то не то. Қақа баратсыңдар. Өлесіңдер бір күні. Қаштық. Не істейміз? Осы екеуін қорғау керек. Не болса да.
Қыздар, өтініш артық тұрыңдаршы. Біз қорғаймыз сендерді. Олар енді біздің қолымызда өледі. Сендер бізден құтылып кете алмайсыңдар. Түсіндіңдер ма? Так. Сен бірінші өлесің. Не? Біз өлсек те өлеміз, бірақ қыздарды өлтірмеңдер. Мынаған тіл шығайын депті ғой. Өлесің бәрібір. Өлтіріңдер мынаны. Тоқтаңыз. Мен қазір ауыр жаза істеймін. Аха, дұрыс. Кет. Бара бер. Бұлардың не ойлағаны бар? Мен тез-тез полицияға звондауым керек. Бұл лагерден құтылуым керек. Мен бұның не істейтінін білмедім ғой. Бірақ олар мені өлтіреді ғой. Өлсем де өлейін, бірақ мына адамдарды құтқаруым керек. Алло, сәлеметсіз бе? Мынасын адреске келіңізші, осы адреске. Сау болыңыз. Так, сөйт жағайын. Енді типа мен білмегенде болайын, е? Так, осының бәрін алайын. Кеттім. Мен бұл лагердің онша қорқынышты екенін білмедім. Барайын. Міне, әкелдім. Дұрыс бопты. Так. Ала қойыңыз, директор. Ештеңе білдірмей қойайын. Не дедің? Ештеңе. Жай ешін. Мен кете берсін бола ма? Жоқ. Сен бізбен бірге оларды өлтіресің. Не? Жарайды. Алдына пышақты. Қасын бірінші өлтіргің келеді. Сода өшің жоқ болса да өлтіре бер. Бұлар ақымақтар. Ата-анасымен жылайтын болды ғой. Келіңдер, өлтірейін біреулеріңді. Жоқ, өлтірмеңіз. Сіздің не ойлағаныңыз бар? Біз осы лагерге жазықсыз болып келдік қой? Я, бұл лагердің біртүрлі екенін мен басында білдім. Мен осы жердің бастығымын. Лагердің бастығымын. Және де мен бұл жерде аңыз бойынша бұл жер лагер болмаған. Мектеп болған. Және де бұл жерде елес кіріп кеткен. Сондықтан мен лагер қылдым да сендердің бастарыңды жұлып алуға келдім. Сендердің ата-аналарың осы лагерге келіп, 20 жыл бұрын мен сендерден кек алайын дедім. Ата-аналарыңды да өлтіремін. Біз кінәлі емеспіз ғой. Ата-анамыз не істеді сендерге? Ата-аналарың бұл лагерге елес шақырған. Чарлиді шақырған. Сондықтан мен сендердің кектеріңді алайын дегенмін. Сэр, может, не надо? Керек емес шығар? Жоқ, керек. Мен бұлардың кегін алуым керек. Ата-аналарының. Және де ата-аналар да қаза болады. Жоқ, өтініш. Жоқ, мен бұларды өлтіре алмаймын. Не? Сені өлтіруің керек пе? Қане сені өлтірейін. Сіз келсеңдер, полиция. Давай, өлтір. Мен бұған вообще сеніп жүрген жоқпын. Мен оны әшейін пайдаландым. Не? Жақсы. Өлсем өлейін. Бірақ аналарды өлтірмеңіз. Не? Өлтіремін оларды да. Ата-аналарын да.
Жоқ. Ура келді. Қолыңызды көтеріңіз, сэр. Ой. Тастаңыз пышақты. Келіңдер, балалар. Бәрі дұрыс па сендерде? Апай. Біз қатты қорықтық. Иә. Дарханда жара бар. Соны емдеңізші. Әрине. Дархан, келші. Кәден көрейінші жараңды. Қолдарыңызды көтеріңіз. Сіз тұтқындаласыз. Сіз де тұтқындаласыз. Не, мен ештеңе істеген жоқпын. Өтірігіңізді соқпаңыз. Жүріңіз. Полиция бөлімшесіне. Жүріңіз. Сенің жарақатыңа ауыр екен. Рахмет сізге. Рахмет. Сіздің атыңызды білсек бола ма? Иә. Менің атым Айсұлу. Әдемі ат екен. Рахмет сізге, Айсұлу. Оқасы жоқ. Мен бұл лагерге онша сене бермедім, және бұл жердің зарплатасы, яғни қаражаты, беретін қаражаты 300 мың деді. Мен бұған таңғалдым да, және де маған жұмыс керек болып тұрған, және де мен оған келістім. Бірақ бұл жерде не той екенін білдім. Мен де сендер сияқты елес көріп жүрдім. Және де мен қатты қорықтым. Мен көрген нәрселерімді детекторге айтып тұрдым. Ол менің зарплатамды 500 мыңға көтереді деген. Бірақ олар маған тек қана 500 теңге бере берді. Мен қатты ойымдадым. Мен ата-анама көмектесе алмадым. Олар қаза болды. Жандары жанатта болсын. Рахмет. Енді, ну что ж, бара беріңдер. Сендер босыңдар. Рахмет көп. Сау болыңыз. Тоқта, Дархан, сен атын Дархан ғой, иә? Иә, жүр. Біз таптық, ура! Достар, осымен біздің сериалымыз аяқталды. Сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Және де маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.